Өлінің соңынан жоқтау айтып, дауыс көтеріп жылау. Хадис. Абу Бурда радиаллаху анху, Абу Муса әл-Ашғари науқастанып, жарының тізесіне басын қойған күйі талып қалды. Мұны көрген әйелі айғайға басып жылай бастады. Абу Мусаның болса, оның бұл қылығын тойтаруға дәрмені жоқты. Есін жиған соң, Алла елшісінің саллаллаху алейхи уассаламның хош көрмеген нәрсесін мен де ұнатпаймын және одан аулақпын. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам шашын жұлып, айғайға басып жылайтын, үсті басын тырнап, киімін жыртатын әйелдерден ұзақ болатын деп әйеліне ескерту айтты. Ассаламу алейкум, қадірменді тыңдармандар. Бүгін сіздерге өлінің соңынан жоқтау айтып, дауыс көтеріп жылау жайлы айтатын боламын. Ал сіздер каналыма әлі де тіркелмеген тыңдарманым болсаңыз, каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып, қазақша каналдың дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Алла разы болсын баршаңызға. Хадиске түсіндірме айтатын болсақ, өлімнен қашып құтылған ешбір жан иесі жоқ. Әрбір жан иесі өлімнің дәмін татары сөзсіз. Бұл ақиқат. Құранда былайша баяндалады. Әрбір тірі жан бір күні өлімнің дәмін міндетті түрде татады. Асылында өлім қорқатын нәрсе емес. Бұл ертеме, кешпе әркімнің басына келетін жайт. Иманды жан өлімді ақырет жұртына ашылатын есік деп біледі. Сондықтан өлемін деп емес, қалай өлемін деп қорқады. Яғни, бұл өмірден иманды кете аламын ба, жоқ па деп уайым жейді. Бұл дүниеде қолынан келгенше салихалы амал жасауға тырысады. Мұсылман адамның үнемі дұғасында Алла тағалам, соңғы айтар сөзімізді Ла илаха иллаллах, Мұхаммадур Расулуллах, Алладан басқа тәңір жоқ, Мұхаммед оның елшісі деген калима шахадат қыла көр деп тілейтіні де содан. Тағдырға иман келтірген мұсылман адам өлімді кезекті бір сынақ деп қабылдап, шариғат бұйырған шеңберден әрі аспайды. Әсіресе жақыны қайтыс болған адамға бұл ерекшелік ауадай қажет. Өйткені жақыны қайтыс болған адам өзіне ие бола алмай, тағдырға налып, Алла тарапына ауыр сөздерде айтып жіберуі ғажап емес. Мұндай жағдай өмірде жиі кездесіп жатады. Жақынына шынайы жаны ашыған адам мынаны ескергені жөн. Біріншісі, қанша жыласа да қайтыс болған адамды кері қайтару мүмкін емес. Екіншісі, өлінің соңынан жоқтау айтып, бет аузын тырнап, үсті басын жыртып, дауыс көтеріп жылау өлінің қабірде азап шегуіне себеп болуы мүмкін. Үшіншісі, бұлай жасау надандық дәуірінен қалған әдеттердің бірі. Исламға дейінгі кезеңде адамдар өлгеннен соң, соңдарынан жоқтау айтылғанын өсиет етіп қалдыратын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде мұсылман адамның бұдан алыс болуын айтып, бұлай дейді. Адамдар арасында екі әдет болатын. Бұл екі әдет күпірлік кезеңінің әдеттерінен. Адамның ата тегін, арғы атасын балағаттау және өлінің артынан дауыс көтеріп жоқтау айтып жылау. Өкінішке орай, бүгінгі таңның өзінде жаназадан қайтқан кейбір адамдардан бәленшенің балалары
немесе келіндері қалай жоқтап жылады десеңші. Дауысы қандай зарлы еді жарықтықтың. Қайтсын енді. Анандай зарлы дауыстан марқұм байғұс бір аунап түскен шығар деген орынсыз сөздерді де естіп жатамыз. Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәлям мұндай жаңсақ пікірлердің дұрыс емес екенін айтып, бізді ескерткен болатын. Басқа бір хадисінде өлінің артынан дауыс салып жылайтындарды ескертіп, біздің сүннетімізге, ислам әдеті мен әдебіне сай әрекет етпеді, бізді тыңдамады деген. Шариғатымыз өлген адамның артынан бақырып шақырып жылап, жоқтау айтуды құп көрмейді. Өйткені бұлай жасау өліге ешбір пайда тигізбек емес. Керісінше, өлінің жасаған игі істерін айтып, жақсылықпен еске алу, артынан Құран оқып, дұға бағыштау. Сол кісінің атынан садақа беру әлде қайда пайдалы һәм сауаптырақ. Өлінің артынан дауыс көтеріп жылау көбінесе әйел кісілер тарапынан болғаны себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәлям әйелдерден бият алған кезде осы мәселеге қатаң тоқталып, бұлай жасамаулары үшін уәде алған. Бір сапарында Абдулла ибн Рауаха радиаллаху анху есінен танып қалады. Мұны көрген қарындасы айғайға басып, қайтейін, асқар тауым секілдең, қандай едің бауырым деп, байбалам салып жылай бастайды. Абдулла радиаллаху анху есін жиған соң қарындасына қарап, сен айтқан әрбір мақтау үшін сен расымен де осындай медің деп сұраққа тартылдым деген. Сол секілді қайтыс болған қандайда бір кісінің артынан сүйенішіміз, мырзамыз, тағы да басқа секілді мақтау сөздер айтыла бастаған кезде адамның бас жағына екі періште келіп, әлгі адамды сілкілеген күйі сен осындай адам бедің деп сұраққа алады деген риуаят та бар. Рас, көзі тірісінде адам мұндай мақтауларға лайық болмауы мүмкін, бірақ қайтыс болғаннан соң көп жағдайда адамның қадірі артатыны бар. Олай болса, адамның көзі тірісінде лайық болмаған жаңағы мақтау сөздер қайтыс болған соң айтылып жатса, демек орынсыз. Сол себепті де сұраққа тартылуы мүмкін. Тағы бір жағынан алып қарайтын болсақ, қайтыс болған адамды көзі тірісінде мұндай мақтау сөзге лайық көрмей, һәм мұндай мақтау сөзді оған қимаған адам қайтыс болған соң барып қана арнап жатса, бұл барып тұрған өтірік, жалған сөз демек. Ал шариғатымыз исі мұсылман баласын жалған сөз айтудан, жалған куәлік беруден сақ болуға шақырады. Осы орайда көкейде мынадай сұрақ туындауы мүмкін. Мұсылман адам жақыны қайтыс болған жағдайда өзін қалай ұстағаны жөн? Жылауға бола ма, жоқ па? Ислам діні адамның табиғатымен, санасымен, психологиясымен санаса отырып, оның рухани және физикалық дүниесіне тек пайдалы нәрселерді ғана ұсынады. Адамға зиянды болған нәрселерден барынша ұзақ болуға шақырады. Осыдан барып әрбір мұсылман баласы білсе керек, шариғат неден тыйған болса, ол нәрседе адам үшін үлкен зиян бар. Ал шариғат рұқсат еткен нәрседе адам үшін міндетті түрде пайда һәм қайыр бар демек. Өлім-жітім мәселесінде де бұл қағидадан аттап кете алмаймыз.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм өлінің артынан байбалам салып жылаудан тыйған болса, демек, бұл нәрсе жоқтаушы мен жоқталушы адам үшін пайдасыз іс. Ал жылау мен өзін ұстау мәселесіне келетін болсақ, ислам діні адамды жылаудан тыймайды. Бұл адамның табиғатында бар нәрсе. Бұған ешкімнің таласы жоқ. Бірақ жылаудың да өзіндік мәдениеті бар. Ендеше тағдырға иман келтірген мұсылман адам жақыны қайтыс болса, сабырлы қалпынан танбағаны жөн. Жылаған кезде де байбалам салып айқайламай, үнсіз немесе бәсең дауыспен көз жасына ерік берсе болады. Ең бастысы сабырсыздыққа салынып, тағдырға лағнет айтудан немесе Алла тағалаға тіл тигізуден сақ болғаны дұрыс. Анастан радиаллаху анхуден жеткен хадисте Алла елшісі саллаллаху алейхи уәсәләм ауыр тыныстап хал үстінде жатқан баласы Ибрахимді көруге кіргенде әкелік мейірімнен көзі жасқа толды. Мұны көрген Абдурахман ибн Ауф радиаллаху анху: «Уа Алланың елшісі, сіз де көзіңізге жас аласыз ба?» деді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләм оған: «Уа ибн Ауф, бұл көз жасы әкелік мейірім ғой» деді де, расында жанардан жас парлайды. Жүрек болса мұңға батып қайғырады. Алайда біз Раббымызды разы ететін сөзді ғана айтамыз. «Уа Ибрахим, біз сенен айырылып қалғанымыз үшін қайғырамыз» деген. Алла тағала баршамызды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәсәләмға лайық үмбет болуды нәсіп етсін. Амин. Құрметті тыңдармандар, видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды жазып, қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Алланың нұры жаусын баршаңызға.